koydum. Birinci turgan to'limsiz kvadrat tengdeu. To'limsiz kvadrat tengdeu degenimiz qanday tengdeu edi? Tez aytishmish kana. Bu немесе с коэффициенттерин Esdeme saqtaganlar tez kelesi to'liq kvadrat tengdeu. Qanday tengdeu bo'ladi? Kelesi keltirilgan bo'lsa, şuradan atayım. Şimdi mesela basına verirsiniz, sosun barıp koyasınlar kolay kolay. Düşündün mü? Mına okuşum dırış koydu. Kim nani koydu? Tamaşa indir. Nani kim koydu? Mına жерде okuşlar. Mına yekevi, kim na yekevi? Arayın men kim? Mınaki özdерің bilip aldır kaysısında turganдарыңды. Жылдам. Уақыт кетіп жатыр. Қараңдар, түрлеріне қараңдар. Қай теңдеуге келеді? Қарқып келдің бе? Өздерің білесіңдер ғой не сөйлегендерінде? Сонда Лясаға толық kvadrat теңдеу бермеген ба не? Oldu mu? Kettik. Neden katelestin? Aray. Kes, ayda reklamı tutamını. Neden katelestin? Öz katemizi isteyip taba bilmemiz gerek. Sen acaba kaç olmaz koyunların gerek ekimde? Толық kvadrat tengdeu. Неге шатасыңдар? Мына басын оқымай қалдыңдар, иә? Өзімізді мойындайық. Қатемізді мойындаған өте жақсы. Одан кейінгі мына дұрыс па? Кім еді мына? Ерасыл, жарайсың. Дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс. Мыналардың барлығы дұрыс сияқты, иә? Тамаша. Мына қадыршы толық kvadrat теңдеу. Олымсыздікі кім еді? Кәне өзіміз мойындаймыз. Нұрайым. Білдік қой, қай жерде олқылық бар білімізде. Мынау қандай теңдеу? Бұны кім еді? Айбек, байқадық па? Нені қайталауымыз керек? Қай тақырыпты қайталауымыз керек, иә? Мінекей. Мына қатар дұрыс па? Мүмкін қараймыз тағы да. Анау ең соңғысы. Байқадың ба? Яғни, нені қайталауымыз керек? Kvadrat tеңдеудің түрлерін ажырата білуіміз керек. Және бұларды шешу жолын естуіміз керек. Білуіміз керек. Тамаша. Ал енді бері қараңдар. Негізі бәрі керемет болған. Бәріміз башақалықта көрейік. Қазір ондай жағдай болмай қалды, енді мұнда қараңдар. Барлық түгел қараңдар. Мұнда бір формулалар жазылып тұр. Иә? Көріп тұрсыңдар, иә? Формулалар жазылып тұр. Енді осы формулаларға апарып, мына жерде тұрған әріптерді өзінің атауы бойынша. Иә? Мысалға мен Тауасар Өлзәтпін, Гаухар апай, Айбек, Дамир, әрқайсымыз өзіміз атымыз бар, иә? Сол сияқты әрқайсына формуланың мына жақта айтар тұр. Былай етейік. Кім келіп бастайды? Тұра тұр. Кім келіп бастайды? Диана, сен тағына кім? Біріншісін, оны былай Диана қойшы. Бірінші мына оқи қойшылдам теңдеуін тұр. Х квадрат плюс х тең 0. Қандай теңдеу? Толық теңдеу. Толық квадрат. Толымсыз квадрат теңдеу. Мына жердегі осының жауабы қайсысы болады деп ойлайсың? Келе ғой, сюда. Тез. Қайсысы болады деп ойлайсың? Осылайша, оның бұл жерде не нөлге тең болып тұр? Тамаша. Қоя қойна жерге. С нөлге тең болып тұр. Келесі, Ерасыл келе ғой. Балған келе ғой. Нұсылған келе ғой. Қатеші Нұрайым келе ғой. Мінеке, жаңағы АХ квадрат қосу БХ қосылса тең 0. Ол квадрат теңдеу формуласы. Квадрат теңдеудің формуласы. Тамаша. Келесі, жылдан балған. Көшті ғой. АХ квадрат тең 0. АХ квадрат теңдеу. Қандай теңдеу? Қандай теңдеу? С тең 0, В тең 0-ге болғанда. Аты қандай? Толықсыз квадрат теңдеу. Тамаша. Келесі. АХ квадрат қосылған С тең 0. Ага. Ол В тең 0 В тең 0 болғанда. Теңдеу
Цифры қандай? Олымсыз. Келесі. Тағы бір үшін көріп. Нені табатын формула? Дискриминант табатын формула. Жарайсың, райым. Ағыр кел сонда. Квадрат теңдеу. Иә, квадрат теңдеуді түбірлерінің формуласы. Қандай сөз шықты балалар? Сонда біз бүгінгі өтетін тақырыбымыз балалар. Квадрат 3 мүше дейді. Квадрат 3 мүше. Қараңдар, жаңа тақырыпты бүгін үйренеміз. Енді біз білеміз, бұл тақырып бойынша сендер енді қандай алдарына мақсат қояр едіңдер? Қандай мақсат қояр едіңдер? Тамаша, Дамир. Квадрат 3 мүше дегеніміз не екендігін білу. Біз енді қара, мақсатты қойдық. Енді сол мақсатқа жетудің критерийлері, критерий. Міне, 3 мүшенің түбірін ұғымын меңгеру дейді. Енді соған мақсатымызға жету үшін қандай этаптардан өтуіміз керек деп ойлайсың? Мақсат алдыңызға. Болашақта міндет дейміз, иә? Не істеуіміз керек деп ойлайсың? Не істеу керек деп ойлайсыңдар? Сол нені ережесін білу, соны есептерде қолданамыз. Анықтамасын білу. Оны есеп шығаруға қолданады. Оны есепте шығаруына қолдана білу керек. Қазір былай айтайық балдар. Міне қатар бойынша тоқтаса саламыз. Айдар, ара, бері қарай салдар, сендер екі қыз екі жанына келіп салдар. Сендерге мына тез танысып жүріңдер, теориялық материалын не дейді екен? Сендер бері қарай келесің, ата келсең мұнда келе сал. Екі минут уақыт. Екі минут уақыт. Тоқтайтыңдар енді, бір минут маған назар аударыңдар. Қазір, тұратыңдар, сол жерде тұрыңдар, барлықтарын тұрыңдар. Мен қазір 3 қатарға мынандай параша беріп, 3 қатар. Сендер квадрат 3 мүше деген не? Тек қана соны анықтамасын берді маған. Қандай түрлері болады екен? Соны анықтамасын берді. Ал сендер квадрат 3 мүшенің түбірі деген не? Соны анықтамасын. Кімге маркер керек? Үлкен бұқтарыңдар. Маркерлар. Сендерге ше? Бір ғана сөз. Жалғыз таныстық, енді бір ғана сөз. Түрлерін жазасыңдар болды. Жоқ, келтірмесіңдер. Мысалдар келтірген ойдан былай өздерін келтіруге болады. Оны сөз жазбаңдар, тек қана математикалық тілде жазылыр сөзді ауызбайсыңдар. Сөйлемдерді. Болды, дайынбыз кел. Бірінші қатар кендер қалғандардың орындар болсын, бір адам ғана келсін. Екінші қатардан бір адам шықсын. Ауызша айтып кетуге болады. Екінші қатар тастаған. Тоқтатамыз. Отырамыз. Тоқтатылды. Тоқтатылды. Орын отырамыз. Кәне бір оқушы шықсын. Үшінші қатардан. Екінші қатардан оқушы шықсын. Қалғандарымыз соны не істейміз? Үшінші қатар келеміз.
Жазбаймыз артық. Тек қана сөзбен дәлелдеп көрсетеміз. Ал айта ғой. Квадрат 3 мүшелеріміз. AX қосылған BX қосылған секілді көрінуші квадрат 3 мүшелі деп аталады. Квадрат 3 мүшелі. Нақты дұрыс па? Отыра ғой. Бұдан А, Б, С не деген? Сразу айт. А, Б, С коэффициенттері, ал X айнымалы. Сыдар коэффициент бола ма? Онда коэффициент кезеңнен сатылар. Тамаша. Естиміз? Квадрат 3 мүшелі түрлері. Ол екіге бөледі. Келтірген және келтірмеген. Келтірген Мынаны маяқтан келіп айта береміз. келтірген квадрат 3 мүшел. Егер А тең бірге болғанда, бірге тең болса, онда ол келтірілген квадрат 3 мүшел. Ал А тең бірге тең болмаса, ол квадрат 3 мүшел. Келтірмеген квадрат 3 мүшел. Тамаша. Рахмет. Ал Диана. Квадрат 3 мүшелі түбірі. Квадрат 3 мүшелі нөлге айналдыратын қос айнымалының мәндері квадрат 3 мүшелі түбірлері деп аталады. Яғни нөлге айналдыратын. Ал енді рахмет. Жарайсыңдар. Енді сәл мұнда қараңдар. Мінекей. AX квадрат қосылған. Бұл X қосылған С түрінде көбінше квадрат 3 мүшел. Яғни X деп отқанымыз не бұнда? Айнымалы. Ал А және Б сандары квадрат 3 мүшенің коэффициенттері. А неге тең болмау керек? А егер нөлге тең болса ше? Сызықтық теңдеуге айналып кетеді. Тамаша. Мінекей. Нақты түсінікті ме? Міне мысалын көрдіңдер ме? Мінекей. 5 дегеніміз нешінші коэффициент деген? 2. Минус 9. 3 мүше екен. Міне енді балдар кішкене енді мына жер қараңдаршы. Мына тапсырмаға қараңдар. Тапсырма бойынша не деп тұр? Берілген нәтиженің қайсысы квадрат 3 мүшел болып табылады? Қайсы? Айқайламай, шұғылдамай тек қол отырамыз. Тағы. Қайсы квадрат 3 мүшел болады? Нұрсұлтан. Қайсы квадрат 3 мүшел болады? квадрат Тамаша. Одан кейінгісі, екіншісі? С. Енді келесі сұрақ қандай? Ал коэффициенттер тексерді қажет болады. Кім айтады? Шопан? Бұнікі 3, біріншісі 3, В тең -1, С тең -5. Тамаша. Отырамыз, келесі. Айбек? Екіншісі білетін шығар кішкене? А тең неге тең? 3,2. Дұрыс па? Адаспаймыз. Сізді А тең -1, В2, В тең 3,2 С тең 1. дұрыс па? Дұрыс па екен? Жарайсың. Енді балалар, кішкене осы квадрат, 3 мүше квадрат теңдеулер туралы кішкене тарихқа шолу жасайық. Айсында келе ғой кішкене. Не дейді екен? Қалай дейді екен? Кішкене тарихпен де кішкене таныс болуымыз керек. Бір шетіне тұра ғой, шеті жазам оқу ғой. Табылған ежелгі вавилондық саз кестелер. Шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 1800 және 1600 жылдары квадрат 3 мүше мен квадрат теңдеулерді оқудың ең ежелгі куәсі болып табылады. Ежелгі үнді математика Баудхаяма біздің заманымыздан бұрынғы 8 ғасырда алғаш рет AX квадрат тегісі және AX квадрат қосылған BX тегісі түріндегі теңдеулерді қолданып оларды шешу жолын ұсынды. Тоқтай тұр. Қараңдаршы мында балалар. Мына AX квадрат теңісі деген бұл теңдеудің қай түріне жатып тұр? Толымсыз Тамаша. Ал мынау ше? толымсыз Квадрат теңдеуі. Сонда қараңдар, қай ғасырдан бері бұл тақырып, бұл теңдеу оқытылып келе жатыр, көріп тұрсыздар ма? Ал қазір қай ғасырда? 20 ғасырда. Қандай керемет ғалымдар болған, ары қарай. Біздің заманымыздан бұрынғы жуықта 4 ғасырдан бастап вавилондық математиктер және біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырдан бастап Қытай математиктері 10 түбірлері бар теңдеулерді шешу үшін квадратты толықтыру әдісін қолданған. Біздің заманымызда бұрынғы 300 жылдары Евклид жалпыланған шешімнің геометриялық әдісін ойлап тапқан. Теріс түбірлері бар теңдеудің шешімі алгебралық формула ретінде алғаш рет тапқан математик Брахмагупта болды. Қай елдің математиктері? Үндістанның қай ғасырда өмір сүрген? 7-ші ғасырда өмір сүрген. Рахмет, Айзада. Отырамын. Ал енді балалар, ары қарай, тағы да, мұнда
жаңағы екінші топ бізде квадрат үшбұрышының түрлерімен таныстырып кетті. Соған тағы да мен қосымша түсіндіріп жіберейін. Сонда бірінші коэффициенті бірге тең болса қандай теңдеу болды? Келтірілген болды. Мысалдарды қараңдар мінекей. X квадрат минус 16, x қосылған 6, x квадрат плюс 20 минус 96. Өздерімізді құра аламыз ба? Құра аламыз екеуміз теңдеулер. Енді келтірілмеген болса, міндетті түрде ол бірге тең болуы керек. Ате қаншаға тең болып тұр? Екінші мысалда. 2-ге. Одан кейін 4-ге тең болып тұр. Рахмет. Керемет. Сабақ түсінікті ме? Түсінікті болса, ал енді мұнда қараңдар. Теңдеудің түбірді не айтты жаңа үшінші топ? Квадрат үшінші неге айналдыру керек деді? Нөлге айналдыратын сан. Түсіндіңдер ме? Мінекей. Ал енді мұнда қараңдар. Тапсырма берілді. Мынандай квадрат үшінші берілген. Мына сандар берілді. Мына. Осы сандардың қайсынан түбір болады деп ойлайсыңдар? Қайсысы болады деп ойлайсыңдар? Бір. Дамир, қалай бір болады ма? Себебі? Себебі x-ті қойғанда 1-дің квадраты 1, 1-ге 4, ал бұда бір қоссақ 5, 5-тен минус жасастық. Тең шешімі? Ал тағы да бар ма? Минус 1 және минус 1. Минус 1-ді қойсаңдар бола ма екен? Қараңдаршы. Минус 1-ді қойсаңдар болмайтын. Болады. Келмейді. Келесі тағы да қайсы болуы мүмкін? Тағы қайсы болуы мүмкін? Тез есепте жүрмейміз ба? Мысалға, мынадан 10-ды бөлшектен қосып тұрсаңдар, мына жай бөлшектен жіберді қанша? 1,25 дегеніміз қанша? 1,4-ден 1. Еме соны бос бөлшекке айналдырып жіберсеңдер? 4-ден 5, енді соны квадратта жіберді де, алып қосып жіберіңдер. Иә, сонда қайсысы? Қайсысы келеді екен? Болды ба? Уақыт кетіп жатыр. Жоқ, он бір болатын дәлелдейді. Ал бері қараңдар. Қойдық па? Таба алмадық па? Жарайды, келешекте. Есептейміз? 4 көбейтілген минус 4-тен 5-дің квадраты қосылған минус 4-тен 5, минус 5. Қанша шығады сонда? Минус 1,75. Бола ма екен жауабы? Иә. Көрейік. Керемет. Жараған болады екен, иә? Енді кеттік. Енді квадрат үшбұрышының түбірлерін қалай табуға болады? Мінекей балалар қараңдар. Мынандай мысал беріліпті. Тақырыпты жазыңдар ма? Тез тақырып жазыңдар. Тақырып жазыңдар. ax квадрат қосылған bx қосылған c квадрат үшінші дейміз. Жаңа алдарында тұр жаңа парақшада. Мінекей. Мына түрінде көбінше квадрат үшінші болады. Сөйтінері мына мысал жаза қойыңдар. 3x квадрат минус 2x минус 5. Мына үшбұрышының түбірлерін табуымыз керек. Жоқ, енді қараңдар. Осыны табу үшін бірінші не істейтініміз бұл үшінші. Нөлге теңестіреміз. Нөлге теңестіре қандай теңе шықты? Ал бұны қалай шешеміз? Дискриминант арқылы. Дискриминант арқылы шешеміз. Одан кейін, мінекей, сонда 1,3-тен 2 және минус 1. Сонда мінекей балалар, 1,3-тен 2 және минус 1 берілген квадрат үшбұрышының несі болады екен? Түбірлері болады екен. Түсінікті ме? Енді қалай, шаршаған жоқпыз ба? Шаршаған жоқпыз ба? Біз өткен сабақта бет теоремасын мәтін есептерде қолданғанбыз. Қазір мына жерде серіктік сәті. Былай айтамыз, 3 қатарға мына жерде 3 мақал берілген. Бірақ сендер бірінші мақалға ғана теңдеу құрасыңдар. Сендер екінші мақалға теңдеу құрасыңдар. Сендер беремін.
Sendер birinchi maqolga, sendер ikkinchi maqolga, sendер uchinchi maqolga tengdеу құрасыңдар. Дескриптор қасында бар. Не жасау керек, жолы қалай болады? Тез. Теңдеу құрамыз. Теңдеу құрамыз. Ақылдасуға болады. Жүкмен ақылдасуға болады. Жүкпен ақылдасуға болады. Топтасып жатыр мұнда, керемет. Bir minut vakit. Kurduk bak. Kay kelimeyi kullanıyorsunuz? Yet kelimesini kullanıyorsunuz. Tahtaga kelir, üç top. Kim oldu? Шығуға болады. Кім болды? Шығуға болады. Кім болды? Шығуға болады. Шықты ма бар? Балма? Екіншісі? Екінші атады екіншісі? Сен қайсын шешіп қойдың? Үшті шешіп қойдың? Жарайды, маған ештеңе етпейді. Esimizge düştü yatırma, kim geçti? Tabiriz geçti. Düştü esimizge. Tabiriz kele koy. Böyle hobi koy. Tahtaga kele koy. Bugün kalanlarımız fotoğrafları esimizge sokmuyor. Tezgah jibit. Birinchi bärimiz tыңдаймыз. Qanday maqol beribdi? Екі жақсы қас болмас, екі жаман дос болмас. Не берді сен мысалы? X бір екіге отыр. X екіге Екеу деп кетім болды. Енді қалаймыз. Не тереміз бет? Қарамағыз X екі тең төртке. X Есіңіз ба? Енді? Бұдан? Сонда? Шықты ма? Керемет. Ал, сонда, ал бірінші қабыл. Ал, Айзада сен кінтер жазып жібер. Есімізге түсті. Енді ары қарай тұруға бола ма? 7 рет өлшеп, 1 рет кес. 7 рет өлшеп, 1 рет кес. Қандай болады теңдеудің түрі? X 1 тең 7, X 2 тең 1. Теңдеудің түріне оқшы. X квадрат. X квадрат минус 7x плюс 1 тең 0. X квадрат минус 8x қосылған 7 тең 0. Бірінші қосамыз. Оны керісін аламыз. B теоремасы. X бірге 2 қосылған. Содан квадрат және Соны жатасың ба, бірінші қосасың ба? Екінші? Көмектесің. Тамаша. Сендер кіші. Көмек керек үшінші топтар. Үшінші топтар кім көп берді? Ауыз едісің. X квадрат минус 4. Бірінші мақалын оқы. 7 рет өлшеп, 1 рет кес. 7 рет өлшеп, 1 рет кес. Сонда Tamam, сендер X көмектесіңдер. квадрат минус 4x минус 2 тең. Жігітке жеті өнерде аз дегенге. X 1 X 2 Ер қараңдар, о жерде ештеңе етпейді. Ер қараңдар. Жігітке жеті өнерде аз деп тұр. Міне, екеуі де жетіге тең болып тұр ғой? Болды. Ал маған тез айтып жіберіңдер. X квадрат минус 30 ма? Кеттік. Осы үкімет енді қараңдар. Оқулықтаршыдан тақтадан жұмыс істеу. Көрдіңдер ме? Бірінші қатар 271-дің асы, 72-ның б-сы. 71-дің б-сы, 72-ның асы. Үшінші қатар 71-дің асы, 72-ның б-сы. Тез. Газ месендерге алдарына дискриптор келейін. Дискриптор бойынша бұдан шығарып қалбесіңдер. Дискриптор
Қараңыздар. Кімге қай жерде көмек керек? Ручкаларды көтеріңдер. Мен көмекке барамын. Жұптасамыз, бірінші қасындағы жұптасыңдар. Көршіңмен ақылдас, көмектесіңдер. Көршіңмен көмектесіп топқа шығыңдар. Қатарларына. Әр қатардан өз есебіне бір оқыстан шықсын. Бірінші есепте нені қолдан деп тұр? Еттері басын қолдан салады. Кәнеке, қақтана. Жұптасамыз, сосын бар топқа шығамыз. Бірінші қатар кім келеді? Кәне кім келеді? Айнел келе ғой. Екінші қатардан кім келеді? Екінші қатардан кім келеді? Үшінші қатардан кім келеді? Не істеу керек бұл есепте? Келе ғой балғын. Қандай мәндерде квадрат үшбұрышқа айналады? Бірге айналады. Яғни не істейміз, оны неге теңестіреміз? Бірге теңестіреміз. Түріне қараймыз. Есептің түрі неге ұқсап тұр? Келтірілген немесе келтірілмеген? Келтірілген болса бірден нелікке саласыламыз, келтірілмеген болса асыралап тұруды қолдансаңдар болады. Іріктеуді қолдансаңдар да болады. Білесіңдер ме? Соған. Егер де келтірілмеген болса асыралап тұруды қолдан жіберіңдер, тез шыға десек. Ағын квадратқа. Ал көрейік әне қай қатар боқтар жүріп туған екен. Іріктеумен әкелесі сақта керемет болар еді. Болады, болады. Шығарыр, болады. Айнел, болады, керемет. Не болды? Қадек, бар. Не істесем? Келеді. Болды. Сонда жауабы, түбірлері. Соғыз бізде беріп тұрған әріп қандай? Тығылсыз, түбір тегі. Сенікі де бәріміз екісі жақсы көреміз. Мінекей, не істедің? Екеуін көбейтсек не болды? Көбейтсек? Минус 6. Алса? Минус 8. Соның түбірлері қайсы екен даның? Минус 6 және. Керемет. Керемет. Екінші есеп шығады. Ең отырамыз, екінші есеп дайын ба? Ретте жіберсең бола ма дейді. Қай жерде реттеу керек? Тамаша, мінекей. Яғни не істеу керек? Бұл жерде балғын келтірілген пен нет дейді сені. Енді бұл қай әдіспен шығарып келіп тұр сен? Қай әдіспен шығарып келіп тұр? Қай әдісің? Асыра? Асыралақты жіберейік. Асыралақты әдіспен шығарайық. Квадрат минус 6. Мінекей, керемет. Міне, қатиені табар. Екінші степке келеміз. Кім келеді? Айнелден басқа бірінші қатар. Уақыт кетіп жатыр. Плюс болады ма жер? Плюс болады. Көбейтіндісі? Неге? Минус 6. Ал екінші степте не дейіп тұр? Квадрат үшбұрышқа Түбірлерін табу керек. Түбірлерін ауызша таба аламыз ба? Кәнеке болар ауызша
topib keldik. Birinchi 278 G deydi. Birinchi atadi. G-sida qayerda qo'llanasizlar? Diskretni chiqarib bo'ladi. Biroq eng tiyimsiz deb aytib o'tganman. Asralab turib. Shunda turi qanday bo'ladi? Qo'yadimlar birinchi qatorda eslatib ko'ring. Y kvadrat. Aytaverdim. 7y qancha? 18. Sonda 18 bo'lsa, qo'shimchasi qanchaga teng bo'lishi kerak? Qo'shimchasi qanchaga teng bo'lishi kerak? Ko'mak kerak. Abi, to'g'riz bo'lsa, minus 2 bo'ladi. 9 ben minus 2'nin ko'payib tendisi. Ya'ni uni qanchaga bo'lamiz? 6 ga bo'lamiz. Sonda 3'ten 1, ya'ni minus 1 yarım. Hatta qayta 3 ga bo'lish nima? Ikkinchi qator shunday kesib berib ko'ring. 2 ga Minus 2. qayta yerga chiqaramiz. 7 ga solamiz. 2 olsangiz minus 2, ko'makingiz minus 5. Sonda Minus 5 yani 7 bo'ladi. keremet. Al sen de dişi. Keremet 7 yakının basa. Basa. Asralab Kvadrat. 2 Sonda kvadrat. Birinchi x1 tem 1 keremet. Beni ballar biz kelesi seçelim var mı? Avuşta, şakıda, oturak oyunda, dafterda aşında. Al yerinde. Bunlarını yok, hadi onu yazıp koyalım. Çünkü varlığında yazıp alalım. Buna ben tez kaltasırışı bakalım bilip, tek kana algaçkı, iki kana eserin şarasında. Algaçkı iki eseri. Algaçkı iki eseri. Deskriptoruna qaranlar, qay ta'sirni qo'ldangilaring kerak o'z erkingizda. Lep teremasi qo'ldanasizmi? Irib-dev ta'sirini qo'ldanasizlarmi? Yo'q, alde asralaqtirasizlarmi o'zlaringizga? Ma'nan tek tibri bo'ladi, bo'lmaydi. Bir gana so'z. Tibri bo'ladi, bo'lmaydi. Kim aytadi ekan? Avshashlar bo'ladi birinchi sezdi. Barmaysiz. Agar pijet emas, sizlarga aytadi. Ikisi bermish. Kim aytadigan birinchi sezdi? Birinchi esepki qanday alg'ashqi ko'rinib turma, ko'rinmaydimi? Mana ki, alg'ashqi ikisi bor. Birinchisini bo'ladi. Kerak, al ikkinchisi dishi bo'lmaydi. Sebebi onun turi qancha? Qaysi g'ana turi bo'ldi o'sha yerda? X kvadrat minus 6x qo'shilgan 9. Qay formulaga keladi? Жақсыда болады. So'dan bunun turi nega teng? 3 ga teng. Tushunibdimi? Tushunibdi bo'lsa, onda beri qaranglar. Bunda qaranglarchi. Buna bir topsirmasi жаңағы шарған есептерді қалғандарында несейсіздер? Үйге аласыздар. Ал енді қараңызшы, сабақты бүгінгі қорытындылайықшы. Нұрайын басташы сен бірінші. Былай етеміз. Бірінші сөйлемге байланысты, сөзге байланысты, өзің сөйлем толықтырасың. Екінші кім? Диана, одан кейін сол кезек алып кетеміз. Жарай ма? Бүгін мен квадрат үшбүшені білдім. Диана? Маған қызықты болды. Есептерді шығарған қызықты болды. Келесі? Маған болды ол. Sana ne? Маған түбірлерін табу. Түбірлерін табу қиын болды. Men 270'den 278 esep çarptım. Tasmalarını oynadım. Oğlum sen kelesi? Kes. Ne bildin? Ben bugün zaten көп meseleler Kvadrat üçbücün түбірін табуды. Kelesi? Маған қызықты болды. Есептердің түбірлерін табу. Керемет Нұрсұлтан? Қиын Маған болды. қиын болды. Есеп. Саған қиын болған нақты қара десең сұр. Саған не қиын болды? 9 kvadrat түбірлері. Келесі? Мен осы сабақта болған бүкіл тапсырмаларды орындай алдым. Келесі? Бүгін мен білдім үш мүшенің
Kvadrat üçmüşün tümürleri kalay табуды? Үш мүшенің не екенін білдім. Және де квадрат үш мүшелерді табуды. Tümürleri табуды. Келесі тірмес. Жыланда жіберейік тез. Сабақтағы барлық тапсырма қызық болды. Керемет. Öyle. маған 770 есеп қиындау болды. Қиындау болды. Doğru. Мен осы сабақтағы барлық тапсырмаларды орындадым. Келесini айтады. Мен бұл сабақта квадрат үш мүшенің түрлеріне қатыстым. Керемет. Нұрай. Маған бірінші тапсырма қызықты болды. Келесі. Айнет. Маған мақала шешкенімізде шатасып қалдым. Қиын болды. Сол қиын болды. Ага, бересің. Бүгін барлық тапсырмаларды орындадым. Бүгін мен квадрат үш мүшел арналған есеп. Маған бүгін қызықты болды, квадрат үш мүшел. Керемет балалар. Рахмет көп-көп. Сабақ осымен аяқталды.